Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай әдемі крестик тоқумен жасалатын сақинаны үйрететін боламын. Ол үшін сіздерге бар болғаны бірақ түсті бисер керек болады. Өздеріңіздің қалаған түстеріңізді алсаңыздар болады. Мен осындай 30 сантиметр леска алдым. Бастайық. Бұл видеоны бастамай тұрып, менің каналыма подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, және де осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеода көрсетілгенде лесканы осылай жасайтын боламыз. Сосын сол жақтағы лескаға 4 дана ақ бисерді саламыз. Сосын оң жақтағы лесканың соңын ең шетінде тұрған бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Біз сол жаққа 2 дана ақ бисерін саламыз, ал оң жаққа 1 дана ақ бисерін салатын боламыз. Енді ең шетінде тұрған бисердің ішіне оң жақтағы лесканың кіргізетін боламыз ішіне. Тартамыз. Енді біз соны қайталайтын боламыз. Сол жақтағы лескаға 2 дана ақ бисерді, ал оң жаққа 1 дана ақ бисерді. Сол жақтағы лесканың ішінде тұрған ең шетінде тұрған бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Тартамыз. Енді біз осылай ең соңына дейін жасайтын боламыз. Енді бізде осындай қалу керек. Бізде осындай болды. Енді мен ең соңында осыншама орын қалдырамын. Сіздер де қалдыру керексіздер. Енді лесканың екі жағынан да бір ақ бисерден салу керексіздер. Сосын қалған лесканың соңын ең бірінші салған бисердің ішіне кіргіземіз. Сосын пустой қалған лесканы сол бірінші салған бисердің ішіне қайтып кіргіземіз. Сосын біз оны тартамыз. Сонда біз осындай әдемі сақина болып шығады. Біз енді бұны байлаймыз кемімен 3 рет. Бізде енді осындай өте әдемі сақина шықты. Бізде осындай өте әдемі және сүйкімді оңай сақина шықты. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.